Үш қақпа тұрады. Бірінші қақпа, екінші қақпа, үшінші қақпа. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына жерде жатыр міне. Расулалла деп жазылып тұр, саллаллаху алейхи вассалам. Тамам? Мына жерде жазылып тұр міне. Әбу Бәкір, мына жерде Омар ибн ал-Хаттаб деп жазылып тұр. Демек біз мына жерге келген кезде осылай келемізде, ассаламу алейкум я Расулалла, саллаллаху алейхи вассалам. Мына жерге келіп, ассаламу алейкум я Әбу Бәкір, ассаламу алейкум я Омар деймізде шығып кетеміз, болды. Сәлем беру деген осы. Жарай ма? Пайғамбар саллаллаху айтады, кім маған сәлем беретін болса, Аллах менің рухымды қайтарады, мен оған кері қайтарып беремін дейді сәлем дейді. Түсінікті ма? Тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мыналар, мына решеткалар заклепкасымен істелген ғой. Мұхаммад Қайтыбай деген кісі осыдан 800 жыл бұрын мынаның бәрін решеткаларын істеген. Мына решеткалар 800 жылдан бері әлі тұр. Боялады, не істеледі, содан бері әлі тұр. Жарай ма? Брат, мамашқа айтқаннан кейін екі беттегі сақалды атып тастағансың ғой. Енді қыздар қарайды. Қарамайды ол, мен сақал орларға қарайды негізі. Жоқ қой мынада. Не ол? Осы ғой мына ғой. Сақал батинка. Ай, че тұр. Айттым саған, сақал. Аман деп. Айттым мамаға сақалды. Аман.